Мына Имран сауда орталығы, мынау адам жүретін жолақ. Міне әкімдіктер, короче, байларға рұқсат беріп қойған. Міне көрдіңіз бе, міне адам жүретін жолақ бар. Бататтың үстін бітетіп қойдық тастаған. Она бимакс. Ой, я вижу бимакс. Не, парашют, да? Он без лука. Алмайсың, қалай екен? Ешоқтар қалай? Қалай жақсы ма? Амансың ба? Шекер бар ма екен? Бар ғой. Өздері қолдан істеп отыр ғой. Қаншадан сатып отырсыздар? Килограмм қаншадан ұрып отырсыздар? 600-ден. Осының өкімет тарапынан берілген бағасын көрейінші, қағазын алып келіңіздерші. Алып келіңіздерші, мынаның. Складымыздан келеді бізге. Мынау ғой, Сіздер кейін әр адамға, әрбір тұрғынға 2 килограмм артық сатпаймыз деген кімнің шешімі? Жоқ, неге сондай барма сендер қазір солай тіркелген ба? Қалағанша аласың, Ане ар жақтағы магазиндеріңіз сатушы ана кассир айтып отыр ғой. Біз 2 килограммнан артық сатамаймыз деп тұр ғой. Неге үйтіп айтып отыр ол кісі? Оны білмеген. Наваттарыңыз аяқта? Міне баға. 1 килограммы 600 теңге. Тотал. Бұны әкімдіктермен прокуратура қаяқ қарап отыр, бұның бәрін реттемей. Кейін мыналарға баған қашан қоясыздар? Мынандай маркермен жазу деген нәрсені қашан тоқтатасыздар? Администратор шақырыңызшы маған. Жауапкершілігі бар адамды. Жауапкершілігі бар адам бізде ғой, орта центрде. Жоқ, мен бар ғой міндетті емеспін. Осы жерге келу керек. Тұтынушылық құқық бар бұл жерде. Мен ол кісіні шақырып жатырмын осы жерге. Мен мына жерде историк сенік болады. Жайлап болады. Адам бар ғой, мысалы сен бір тойға барар кезде киім кешек алдын ала алып дайындаласың ба? Тура сол сияқты саған ашар кезде алдын ала теңіктерді қойып, соған стандартқа сай, ертең супермаркет деген атауы бар ғой деп соны әрекет қыл керек. Кәге солай аша бермей. Түсінің ба? Мысалы, сенде мысалы бой әрлер, мысалы, сол сияқты саған бір әрекет қылады ғой келіншектерде, ер адамда, мысалы да. Сол сияқты саған нерде бағасы болу керек. Біз кәдімгі маркамен жазып қойып астында, аняқа барады, мысалы, чек беріліп жатыр ма? Кімсіз? Мен тұтынушымын. Жоқ, ақылды? Мен ақылды емеспін мен. Мен ақылдылардың кеңес сұраймын мен. Жоғары шықса болады ма? Болады ғой, неге болмасқа? Бұл Жердер істеп тұр ма? істеп тұр ғой, шыға берсеңізші. Бағаларды маркермен жазып қойған. Ешқандай сенің жоқ. Историкмен бірге болу керек. Мемлекет тілімен қоса болу керек. Бәрі маркермен жазып тастаған. Маркер арзанда қайтеді, байлардың қалтасы тесіліп қалады. Кішкентай қағаз қойса. Мына теңіктерін кейін қазақша нұсқасын неге қоймағасыңдар? Түсірмеймін қойға. Қазақша нұсқалар неге жоқ бұлардың? Аудармасы болды кез келген нәрсенің. Или Қазақстан мен сенбейсіңдер ма? Жоқ, растай Қазақстан мен сенбейсіңдер ма, или? Айтшы. Әрбір нәрсенің мысалы бірінші мемлекеттік тілде, кейін
международный болар, орыс болар, английский болар. Жақсы па? Шаршамай. Жақсы, шүкір, аман есен. Қалжыдай. Шекерде шектеу бар ма жоқ па сендерде? Шекерде? Әрбір адамға 2 килограммнан артық сатуға болмайды деген шектеу бар ма жоқ па? Жоқ па ондай? Жоқ. Мен ана запись қылып алдым, ана жақтағы сатушы не бүйтіп жатыр. 2 килограмм артық сатамаймыз біз деп. Басшы солай. Басшыларын сендердің заң емес. Дұрыс па? Түсінушілік құқық бар бұл жерде. Қалағанша алады. Не магазин жартысын сатып алмайды, дүние жетсе. Дұрыс па? Оған шектеу қойамайсыңдар никак сендер. Шекерді 2 килограммнан артық сату деген нәрсені сатпаймыз деген нәрсені қойыңдар. Конечно, негізі сондай болу керек қой негізі. Жоқ, мен короче маған информация келіп жатыр да. Именно маркеттер, Бақтияр магазиннен 2 килограмман артық сатуға бізге тыйым салды деп отыр. Мен әкімдікке шықтым, түсіріп көр деп отыр. Рас па өтірік па? Болмаса прокуратурадан шақыртайық. Мына кейін мына маркермен жазуды қашан тоқтатасыңдар? Мына жүрің Рома брат жүріңіз. Жоқ, маған маркермен не үшін жазасың, соны айтшы маған. Мына Рома брат өткенде айттым ғой мен сізге, мына турлап шығып жатыр дедім. Міне майонез, тірі май, 480. Қазақша нұсқасымен болады ғой? Иә, ол да болады. Мына екіншісін жайлап жазып тұрады. Жоқ, дұрыс. Мысалы сен енді қара. Иә. Сен бір тойға барарда да, примерно мен саған мысал келтірейін да, иә. Сен киінесің, аяқ киім аласың, анау аласың, қатты дайындаласың. Иә, жүріңіз. Дұрыс па? Мысалы бар үшін. Сол сияқты саған бұны да ашардан алдың, магазин ашардан алдың. Сеніктерін қамтамасыз етіп, болмаса тағы кем-кетіктерін деген сияқты сондай нәрсені бәрі кем-кетігін реттеп барып кейін ашу керек еді. Бірінші былай ұрды. Бірінші былай ұрды. Сондай болу керек еді. Одан кейін сен де айттыңыз, сіз былай ұруға болмайды. Конечно, каждың алдына 2 түрі орысша. Просто мен ардақта магазинге өтті. Мен о жақты мен өткен прокуратураға жазбасам болмайын деп тұр. Түбіртек бермей жатыр. Түбіртек бермей. Ол бүйтеді. Не дейді? Ауызша есептеп жатырмын ғой дейді. Сен миыңмен оның миы компьютерге сәйкес келмейді. Иә, келмейді. Ол түбіртек ертең просрочный болар, басқа болар, ол тұтынушының құқығын қорғайды. Сендер мына жердегіні айтамыз. Ана шаштараздан. Мадиғожаппен қиылсын. Негізі ол сатушыға да айып бар. Үйтіп не алмасын. Мен талап еттім. Мен мысалы мына тұтынушыма бұның несін қорғай алам. Конституциялық тұтынушылық құқық бар. Конституциямызда да мысалы. Енді мына маркерлерді құртыңдар. Маркер жазып Әлі басшылардың қалтасында ма? Жоқ, мамызда кішкентай бір мынандай бір тикет қойып қойса, дүниесі келмей қала ма? Айтшы. Жоқ, біз енді мынаны үйреніп жатыр программаны. Программаны? Ашылғандарына анаяқта 2 магазин бар ғой. Мен әпшенің білем ғой, неше магазин бар екен. Шымкентте бар, Бақтияр мен жақсы білем ғой мен. Жоқ, сіз қазір 90 жыл ма, 81 жылдан бері бұл саудамен айналысып жатқан әпше ғой мен білем ғой мен. Осы уақытқа шейін сонда сол әпшенің осы уақытқа шейін ойламады ма ештеңе екені? Қалаға барасың ба сен? Ерде историкпен, ценникпен тұра ма? Иә, тұрады. Дұрыс па? Бұл маркет па или обычный бутик па бұл? Бұл маркет па, бутик па? Соны айтшы маған. Маркет қандай дәрежелі болу керек? Давай, жіктер, ол ят болады сендер. Кейін түбіртегін обязательно беріңдер. Әпше айтты. Түбіртегін обязательно беріп отырыңдар. Ол сізге айтты, сізге айтып кетті. Жоқ, маған айтпай ақ қойсын. Жоқ, ашардан алдын, соған дайындалу керек еді. Сеніктерді қойып, мысалы, дайындалу керек еді. Мысалы, сен ажар маркамен жазып қойғасында, может, ардақтағы магазинге мен күмәнім бар. Неге? Өйткені жазып қойғасыңдар. Бірақ ол қосып отқанша, 20 теңге қосып отқанша, калькулятор ұрады, ол калькулятордағы бағаны тұтынушы қадағаламайды оны. Дұрыс па? Қадағаламайды. Бір тұтынушы қадағаламайды. Может, ол дополнительный ұрып отқанша, ол сұрақ ол. Сұрақ белгі да, ол ешкім білмейді оны, дәлелдеген жоқ та. Бірақ дәлелден жатса, ол өте қиын дәреже болады да, ертең. Давай, жігіттер, түбіртегін беріңдер халыққа. Халықты қармау, тонау деген. Мына шекерді өздерін қолдардан көтеріп отырсыңдар ма? Астанада 360-440 теңгемен аралықта сатылу керек деп, мысалы, бар ол шешімде. Сендер неге 600 теңгемен сатып отырсыңдар? Енді шекер неге просто ана келіп жатыр да, барлығы кетіп жатыр. Мына халыққа жетпей қалады. Жоқ, ол жетпесін да, бірақ негізі бағаны өздерін көтеріп отырсыңдар ма, или әкімшілік тарапынан тіркелді ма сендерге? Маған соны айтшы.
әкімшілік тарапынан тіркелгенде ол жоқ тіркелмеді. просто біз бар ғой мына арзан шекердің бәрін сатып қойдық та. Біз өзімізде қалған мысалы қазір шекер көтеріліп келіп жатыр да бізге. Ортада посредникпен келіп жатыр ма сендердің? Сіз ар жаққа шығуыңыз керексіз, төбеге шығуыңыз керек. Жоқ, әңгіме төбеге шығуда емес. Иә. Біз сендерді айту керексіңдер посредниктерге. Міне тура-тураны жабысып шығып жатыр. Жоқ, дұрыс. Негіз болу керек. Негіз болу керек. Әрбір тенектерде құры мына шампунь дегені шампуньның қазақшасы да бар бұның керек болса. Нұсқасы бар да. Сонымен бірге бірінші мына қазақша нұсқасын түсір. Кейімдерге орысша нұсқасын түсіре берін. Я латынша түсірмейсің. Ол уже маған қызық емес. Қалған тілде енді мен үшін да мен өткен мемлекетім Қазақстан болғаннан кейін мен Қазақстан мемлекетінде өмір сүріп жатқан қазақ тілі негіз маңызды ол. Бірақ беріп жатырық қой негіз қараңғы мысалы сіз сауда істеп кеттіңіз. Иә. Ол айтады маған чек керек емес дейді. Мысалы маған жоқ негізі маған айтады тоқтаса мына сізге шығарып берді мысалы маған дейді 9235 теңгеге дейді маған чек шығарып берді осы сауда істедім маған чек шығарып берді. Біз бүйтеміз. Қалайсыз? Мына бұл кісінің мына чегі шықты міне. Көрдіңіз ба? Міне. Мынанша жатқан мына. Бәрі жазылған. Көрдіңіз ба? Мына ИП кім арқасында соның аты жазылады. Зибира общенің аты жазылған. Дұрыс, ол болу керек. Касса 3, дұрыс па? Сендер үшеу мана касса. Төбеде де бар ба? Ол да маркет болсын да? Иә. Осында фруктовый ма ол да? Бәрі бар ғой. Кешегенде сізді центрде айтқаным осы еді. Так, мына жерде бәрін итогасымен үйге барып емірал көріп отыра береді. Фамилиясы жоқ қой мына жерде, оны да тіркеу керексіңдер нерге. Фамилия, отчество. Мен саған городской түбіртектерді көрсетемін де керек болса, дәлелдеп беремін. Түбіртектерді көрсетіп беремін де мен саған. Мен сендерде кінә жоқ. Оның бәрі Зибира общеді. Кінәм бір басшылықтарында да сендердің. Ахмат? Неғса халық наразылық білдірмесін. Бірақ қантқа шектеу қою деген ол сендерге не емес, ол сай емес. Сендерге разница жоқ емес па? Не тоннамай ма? Өтсе болды емес па табарың? Сан какая разница? Халық жалып жасап жатыр. Шектеу қойып тастаған дейді біздің шекерге дейді. Өйтіп қоймаңдар, ят болады екінші. Болды. Давай. Мен осы жерде ма келе бересің? Давай.